мен Сүлеймен Демирел университетінің бірінші курс студенттері Рейімбаев Қажымханбет және мен Елубаев Данияр. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз 20 ғасырдың басындағы қазақ зиялы қауымы, оның қалыптасуы, әлеуметтік құрамы, білімі мен қызметі жайлы болмақ. 20 ғасырдың басында көзі ашық, көкірегі ояу, білімді қазақ интеллигенция қауымы қалыптаса бастады. Олардың халық үшін, қазақ үшін жасаған жақсылықтарын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Халық қамын өз өмірлерінен жоғары қойған біртуар азаматтардың пайда болуына басты себептердің бірі. 19 ғасырдың соңында өлкеде бір қатар мектептердің ашылуы мен ол жерден қазақтың қарапайым балаларының білім ала бастауы болды. Және қазақтың балаларының білім алуына келетін болсақ, қазақ балалары екі жолмен білім алған. Біріншісі, қазақтың мұсылман медреселерінде қарапайым білім алатын болса, екінші бір түрі ол кеңестік мектептерде орыс тілінде білім алған болатын. Кейіннен қазақ жастары Ресейдің жоғарғы оқу орындарына түсе бастады. Мәскеу, Петербург қалаларындағы жоғарғы оқу орындарында оқыды. Ал олардың факультеттеріне келетін болсақ, негізінен қазақ жастары көбінесе шығыстану факультеттеріне, заң және дәрігер факультеттерінде білім алған болатын. Негізінен қазақтың көп жас толқындары олар публицистикаға және политикаға қызыға бастап, соны толығымен зерттеумен айналысты және осы жолда көп еңбек етті. Дәл осы қазақ интеллигенция қауымы өзінің басты мақсат ретінде халық алдындағы міндеттерін қарастырған болатын. Түркі тілдерінде алғашқы газет журналдарын шыға бастауы, әдебиет пен мәдениетінің және де ғылымның дамуы жастардың білімге деген құштарлықтарының артуына себепкер болды. Негізінен қазақ бүлдіршіндері медреселерде, яғни жадидтік жолмен немесе орыс мектептерінде білім алған болатын. Бірақ жоғарғы оқу орындарына түсу үшін орыс тілінде білім алған орта білім туралы аттестат қажет болатын. Дәл сондай орысша білім беретін гимназиялардың бірін Верныйда 1886 жылы Барлыбай Сырттан үздік бағалармен тәмамдаған болатын. Және де ол сол гимназияны бітіргеннен кейін Санкт-Петербург университетіне түскен алғашқы қазақтардың бірі болды. Кейіннен Барлыбай Сырттанов 1911 жылы алғашқы қазақ конституциясының жобасын жасайды. Дәл осы конституция Алашорда үкіметінің негізгі құжаттарының қатарына енген болды. Сонымен қатар заң факультетінің де бірнеше жарқын түлектерінің арасында қазақ жастары бар еді. Олар Жақып Ақбаев, Райымжан Марсенов, Жанша Сейдалин болатын. Осы кісілер кейіннен публицист ретінде де халыққа таныла бастады. Мысал үшін олар политиканы да толығымен зерттей бастады. Нақтырақ айтатын болсақ, Райымжан Марсеков болса, ол Алашорданың Семейдегі төрағасы болды. Сол жерде біраз қызмет атқарды. Және де Алашорданың тарағаннан кейін де ол Қазақстанда қалып қоймай, бірден Қытайға барып, Қытай елінде қазақ автономиясын ашу жолында біраз еңбек етті. Ал Санкт-Петербургтегі әскери медициналық академияны аяқтаған Халел Досмұхамедов және Санжар Асфендияров та сіңірген еңбектері ерекше болды. Айта кетсек, Халел Досмұхамедов қазақ тіліндегі алғашқы ғылыми еңбектердің авторы болса, Санжар Асфендияров Қазақстанның тарихы жайлы алғашқы еңбектерінің авторы атанған болды. Тақырыбымызды түйіндейтін болсақ, 20 ғасырдың басында қазақ интеллигенция қауымы негізінен Алаш партиясының айналасында топтасқан болатын. Алаш партиясының басында Әлихан Бөкейханов және Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов сынды тұлғалардың жүргені бәрімізге де белгілі. Бұл кісілер халық жолында халықтың жағдайы үшін, халық қамы үшін аянбай еңбек етті. Бүгінгі видеомызда барынша сирек деректермен бөлісуге тырыстық. Ал видеоны Әлихан Бөкейханов атамыздың сөзімен аяқтағымыз келіп тұр. Тірі болсам, қазаққа қызмет етпей қоймаймын.